Бағдарламаның бүгінгі тақырыбы Ахлүс-сүнна уәл жамағат ақидасы. Шын мәнінде бұл ақида қандай болу керек? Бисмилля, алхамдулилля, уссалату вассаламу аля сайидна Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ахлүс-сүннат уәл жамағат мазхабы дейтініміз ислам дінінің бүгіндегі 95-98% құрайтын мұсылман қауымы. Ахлүс-сүннат уәл жамағат деген сөздің қазақша мағынасына тоқталатын болсақ, әхлі деген сөз, немесе әхлүс-сүнна деп айтады, халық. Сүннет, сүнна деген сөз сүннет, яғни жол. Қандай жол? Ислам жолы, Құран жолы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам салып кеткен сара жолы. Яғни сүннет халқы және осының айналасына топтасқан жамағат деген мағынаны білдіреді. Біз Ахлүс-сүннат уәл жамағат деген кезімізде ең бірінші, яғни адаспаған, тура жолды тапқан, пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам ізімен жүрген мұсылман. Сол кезден бастап, 14 ғасырдан бұрын басталған, пайғамбарымыздың кезінен басталған алейхиссалату вассалам, қияметке дейін жалғасатын, сол жолмен жүретін жалпы халықты айтамыз, ислам үмбетін айтамыз. Ғалымдардың көзқарасы бойынша 90%-дан астамы, бір жерлерде 92, 95, 98%-ға дейін деп те айтады, Ахлүс-сүннат уәл жамағат мазхабын құрайды дейді. Қалғандары, бұған кірмейтіндер, жаңағы шииттер, шииттің ішіндегі адасқан топтары, немесе хауариждер деп тағысын тағы кете береді. Ахлүс-сүннат уәл жамағат мазхабы, Ахлүс-сүннат уәл жамағат мазхабы, бұл мазхабтың адаспайтындығы, бұл мазхабтың тура жолды табатындығын пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам көзі тірісі кезінде бекітіп айтып кеткен. Хадис шәріпінде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады: хайрул құруни қарни, сумма лазина ялунахум, сумма лазина ялунахум. Ең қайырлы, ең жақсы дәуір ол менің дәуірім деді. Содан соң кейінгілер, содан соң кейінгілер деді. Егер біз бүгінгі таңда Ахлүс-сүннат уәл жамағат мазхабы жоқ, немесе олар адасқан, олар тура жолды таба алмады деген сөздер еститін болсақ, бұл сөздерді айтушы адамдардың барлығы жаңағы айтылған хадиске қарамағайша, ол хадиске қарсы болған дегенде есептеледі. Міне сондықтан Ахлүс-сүннат уәл жамағат ол Құран, пайғамбарымыздың сүннетін түсінген және іс жүзінде осыған амал етуші халық, амал етуші мұсылмандар деп айтамыз. Бізге пайғамбарымыз өзінің хадис шәріпінде саллаллаху алейхи вассалам осыны бекітіп кетеді. Өзімізге белгілі болғандай, пайғамбарымыз дүние салғаннан кейін алейхиссалату вассалам көптеген топтар пайда болды. Саяси болды, діни саяси болды, ағымдар болды. Осылардың ішінде, мысалға арнайы кітаптар да жазылды. Әл-фарқ байн әл-фирақ, ағымдардың арасындағы айырмашылық деген имам әл-Бағдадидің керемет еңбегі бар. Көптеген топтардың оның негізін қалаған, соларды бастап жүрген ағымдарды көрсетеді. Соның ең соңғысын Ахлүс-сүннат уәл жамағат деп айтады. Ахлүс-сүннат уәл жамағат деп айтады. Міне, осы топтар пайда болған кезде адамдарды адастырды. Олардың әртүрлі мақсаттар болды. Біреудің жеке мүддесі байып кету үшін болды. Біреу саяси болды. Біреу билікке қол жеткізгісі келді. Әркім өзінің айналасына адамдарды шақыру үшін менің жолым тура, менің жолым дұрыс, Құранды былай түсінеміз, сүннетті былай түсінеміз деп бұрмалағандар да болды. Міне Алланың қалауымен инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун деген аят бар. Біз бұл зікірді, яғни Құранды түсірдік, және біз бұны қорғаушымыз деп Алла тағаланың қалауымен Құранды дұрыс түсіну, пайғамбарымыздың сүннетін дұрыс түсінуді сахабалар аманаттап табиғиндерге өткізді.
табиғиндер аманаттап өздерінен кейінгі табиғиндерге өткізді. Олардан кейін ғұламалар болды. Күні бүгінге дейін, қияметке дейін бұл жалғасады. Міне сондықтан әхлі сүннет уәл жамағат Құран және сүннет халқы және соның айналасына шоғырланып топтасқан мұсылмандар деген мағынаны білдіреді. Түсінікті.